Менің досым Өміржан облыстық ауруханада психиатр болып жұмыс істейді. Әр психиатрдың есінде қалған қызық оқиғасы болады. Досымды кешке үйге шақырдым. Ол әдеттегідей кешкі сағат 8-де келді. Дастархан жайып, екеуміз асымызды ішіп отырғанда, ол мынадай әңгіме айтып берді. Былтыр жұмыс аяқталуына жақындағанда приемға бір жігіт кірді. Жақсы киінген, түрі де жаман емес. Мен жұмыстан ертерек кетемін ба деп отырғанмын. Жігіттің медициналық картасын ашып қарасам, жасы 25-те. 19 жасында, оң қолындағы 5-ші ең кішкентай саусағы жарақатталған соң, дәрілер кесіп тастаған екен. Басқа ауыр ешқандай сырқаттарын көрген жоқпын. Түсінесіз бе, дәрігер? Менімен соңғы уақытта қызықты оқиғалар болып жатыр. Маған сіздің көмегіңіз қажет, деп бастағанда, жұмыстан ерте кете алмайтынымды түсіндім. Асықпай реті бойынша бәрін айтып беріңіз, дедім. Сізді не мазалап жүр? Мен басында болып жатқан оқиғаларға онша мән бермедім, деп бастады жігіт. Осының барлығы 3 жыл бұрын басталды. Бір күні үйден шыққанда, өзімді жайсыз сезіндім. Бір нәрсе өзгерген сияқты болып көрінді. Үйдің алдында әрқашан алма өсіп тұратын. Кішкентай кезімде ағаштың астында жатқан алмаларды жинап жейтінмін. Енді қарасам, алма емес, шие өсіп тұрғанын байқадым. Үлкен шие ағашы. Түк түсінбедім. Біраз ойланғаннан кейін өзімді сендірдім. Әрқашан осы жерде шие өсіп тұрғанын. Адамдар өз өмірін өзгертуге қорқады. Мен де бәрін солай қалдырдым. Шынға емес, өтірікке сеніп жүре бергім келе берді. Осыдан кейін мұндай сәттер көп болды. Бір күні кішкентайымнан араласып жүрген досым екеуміз әңгімелесіп отырып, мектепке барып жүргенде таркыл деген сағыз шайнайтын едік, деді маған. Мен таң қалдым. Ол малабар деп аталатын. Содан кейін рок-концертте мен танысымды көріп амандасып едім. Ол мені танымайтынын айтты. Менің атымды қайдан білесіз? Деп сұрады. Мен мүмкін осылай жүре беретінмін, бірақ кеше болған жағдайдан кейін сізге келу керек екенін анық түсіндім. Кешке жұмыстан келсем, үйдің іші тып-тыныш. Әдеттегідей ас үйінен пісіріліп жатқан тамақтардың иістері шығып жатқан жоқ. Теледидар да сөндірулі. Бөлмелерді аралап шықтым, ешкім жоқ. Ең маңыздысы, сүйікті әйелім де жоқ. Маржан, үйдесің ба? Деп едім, ешкім жауап берген жоқ. Құрбыларымен қыдыруға кеткенде қысқа хат жазып кететін, немесе телефонға SMS жазып жіберетін. Жақсылап қарасам, үйдегі жиһаз да басқа. Жаңадан алған шкафтардың орнында менің ескі комодым тұр. Еш жерден Маржанның заттарын таба алмадым. Ол бұл үйде мүлдем тұрмаған сияқты. Бір кезде телефоным шырылдады. Трубканы алсам, бір айқайлаған кісінің дауысын естідім. Сен неге жұмыстан кетіп қалдың? Деп біреу сұрап жатты. Бұрынғы бастығым екенін даусынан танып. Мен сіздерден жұмыстан баяғыда шығып кеткенмін, деп жауап бердім. Саған не болды? Бір жерден құладың ба? Бүгін кешіремін, бірақ келесіде бұндай қайталанбасын. Деп трубканы тастай салды. Орындықта біраз отырдым. Білмеймін қанша уақыт отырғанымды. Телефонымды қолыма алып, істеп жүрген жұмысыма звондадым. Мені ол жақта ешкім танымайды екен. Ешқашанда ол фирмада жұмыс істемеппін. Достарыма звондасам, олар да мені танымайтыны анықталды. Менің үйленгенімді ешкім білмейді екен, тойда болса да. Бір кезде Маржанға қоңырау шалдым. Ол менің дауысымды да таныған жоқ. Мен ешқашан тұрмысқа шықпаған қызбын, деп ренжіп қалды. Тағы звондап көрсем, телефон сөндірулі деп көрсетті. Кішкене тынышталғаннан кейін маған екі ой келді. Мен ақылымнан адастым, немесе әлемдердің арасында саяхаттап жүрдім, деп жігіт аяқтады әңгімесін.
Мен өз жұмыс тәжірибемде талай қайғылы оқиғаларды көрдім. Ақылынан адасып, өз балаларын шайтан деп көріп өлтірген аналарды да көрдім. Бірақ бұндай ақылға қонбайтын оқиғаны бірінші рет естідім. Алдымда отырған жігіт бәрін ойынан шығарды дейін десем, әйелі туралы көп мәлімет біледі. Танымаймын деген достары туралы да біразын айтып берді. Маған көп нәрсе түсініксіз болып көрінді. Психотерапевт ретінде алдыма келген жігітке достарыңмен көбірек араласыңыз, сұрап көріңіз, мүмкін есте қалған ауыр оқиғалар бар шығар деген кеңес беріп шығарып салдым. Кетер алдында телефон номерін тастап кетуін сұрадым. Ол келісіп тастап кетті. Содан кейін ол маған приемға келген жоқ. Біраз уақыттан кейін бас дәрігер талондарды жабу керегін айтты. Сол күні қабылдауда болған жігітке звондап, маған келуін сұрадым. Ол менің қоңырау шалғаныма таң қалды. Мен сізге ешқашан келген жоқпын, ешқандай әйелім де жоқ. Сіз мені мазақ қылып тұрсыз ба? Деп сұрады. Бірақ мен оны келуге көндірдім. Әлгі жігіт келіп маған оң қолын беріп амандасқанда, менің байқағаным кішкентай саусағы жоқ екен. Картасында жазылғандай. Ал бірінші рет келгенде картасында саусағы жоқ дегенмен барлық саусақтар аман болған. Өміржан осы оқиғаны айтып берген соң, екеуміз біраз үндемей отырдық. Бір кезде үндемей отырғанша, әңгіме айтып отырайық деп, мен баяғыда болған оқиғаны айта бастадым. Есіңде ме? Біз мектепте оқып жүргенде, сен аяғыңды сындырып алып, мен сені 2 километр сүйреткенмін деп күліп айтсам, досым бетіме біраз қарап тұрды да, мен аяғымды ешқашан сындырған емеспін деп, орнынан тұрып үйден шығып кетті. Құрметті тыңдаушылар, егер сіздерге менің оқиғаларым ұнаса, лайк қойып, жазылуларыңызды өтінемін. Алдын ала рахмет.